Көгімде жайнаған мөп-мөлдір көк аспан, байрағым желбіреп аспанмен таласқан. Тәуелсіз еліме күл әлем санасқан. Рахмет. Байтақ бұл даламның бірлікпен бағасқан, алыспен тату боп жақынмен жарасқан. Кең пейіл халқыма құшағын кең ашқан. Рахмет. Біз бәрінде жеңеміз, біз ертеңге сенеміз, біз бір тұтас кең елміз әлемде. Біз бәрінде жеңеміз, біз ертеңге сенеміз, біз бір тұтас кең елміз әлемде. Біз бәрінде жеңеміз, біз ертеңге сенеміз, біз. Жерімде татулық, тыныштық орнаған, бақытын даламның батырлар қорғаған, жеріне елінің мүддесін қолдаған. Рахмет. Азаттық толғауын ақының толғаған, ақсақал атасы батасын жолдаған, Жастарға бабаның дәстүрін жалғаған. Рахмет. Бүгін Жаңақорған ауданындағы ауыл жастары слеті деп тұр. Жалпы жастар слеті. Неге бірлік ауылында таңдадық деген мәселе, бұл ең негізгі. Бұл ауылда жастардың қолымен ешқандай жаңағы шелекті әкімдіктің қолдауынсыз 25 жылдан бастап бері осы ауылдың күні аталып, осы ауылға ең бірінші қажетті дүниелерді жастар өздерінің қолдарымен жасап келе жатыр. Сондықтан осы басқа да аймақтың басқа облыс аудандарындағы жастарды елді мекенде құрметтейді. Сол жастарды әкеліп, өзінің елдерінде осындай жастардың жаңа бастамаларын жүзеге асыру болатындығын көрсету үшін осы ауыл таңдады. Жастар енді бүгін ауыл әкімдігі мен сол жастардың қолымен жасалған дүниелерді көрсеткен кезде жастар таңғалып жатыр. Мына дүниелерді бізде жасауға болады екенбіз ғой деп. Сондықтан осы ауыл бүгінгі шараға таңдалды. Мен өте қуаныштымын осындай шараға қатысып, осындай жерге келіп, Жаңақорған ауданының жеріне келіп, осындай жастармен көңілмен бөліскеніне өте қуанышты болып жатырмын. Бүгін Жаңақорған ауданында ауыл жастарының облыстық слеті өтіп жатыр. Осы слеттің барысында жалпы облыстағы мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асырылу барысы туралы және де ол жақта шешімін таппай жүрген мәселелерді ортаға салып, жан-жақты талқылау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар барлық облыстағы аудандардан осында делегаттар қатысып, түрлі іс-шараларға қатысып жатыр. Оның ішінде спорттық ойындар, тарихи мәдени орындармен танысу, сонымен қатар жастардың түрлі тақырыптарды ортаға салып, ашық пікір алаңдары. Осы слет барысында біздің облыстағы қандай да бір мәселелерді шешу мақсаты болып табылады. Және де біз осы слет аясында осы мақсатқа жетеміз деп ойлаймыз.